Елбасы 2018 жылғы кезекті жолдауында цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек деп айтып өткен болатын. Жолдауда айтылған мәселелерді жүзеге асыру мақсатында жоғары оқу орындары мен колледждер алдарына жаңа міндеттер қойып, оны неғұрлым үйлесімді шешуге ұмтылыс жасауда. Осыған орай Мәншүк Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжінде e-колледж цифрлық басқару жүйесі қолданысқа енгізілді. Жолдауда тағы айтылған мәселелердің бірі 2019 жылы көрсетілген мемлекеттік қызметтердің 80%, ал 2020 жылы бұл көрсеткіш кемінде 90% электрондық түрде көрсетілу керек деген болатын. Осы мақсатта облыс бойынша 240 мыңнан астам қызмет көрсетілген болса, бұл көрсеткіш 2017 жылмен салыстырғанда 43% артқан. Аталған міндетке сай колледжде іске асырылып жатқан ауқымды жұмыстың бірі колледждегі студент қатарына қабылдаудан бастап, ағымдық аралық қорытынды бақылауда мемлекеттік стандартқа сәйкес оқу үдерісіне ұйымдастырылып, және де бірқатар цифрлық жүйелі e-колледж кешенді бағдарламасы іске қосып, оқу процестеріне толығымен қосылған. Елбасы өзінің 4-ші өнеркәсіп революция жағдайында Қазақстанның даму мүмкіндігі деген Қазақстан халқына жолдауында бүкіл әлем цифрлық технология көшіп жатқаны, экономиканың барлық саласы робототехника көшіп жатқаны жөнінде айтып, цифрлық Қазақстан бағдарламасын қабылдады. Демек, білім беру ұйымында да осы білім беруді басқару қызметі, білім беру процесін ұйымдастыру қызметі, мұның барлығында да цифрландырудың мүмкіндіктерін қарастыру бізге міндет болды. Яғни мына Мәншүк Мәметова атындағы педагогикалық жоғарғы колледжінде осы білім беру қызметін басқаруды цифрландырудың e-колледж бағдарламалық кешені жасалынды. Бүгінгі күні оның барлық функциясы толық қамтамасыз етіліп, толықтай оқу процесі енгізілді. Бұл бағдарлама сырттан келген жоқ. Аталған жүйе республика бойынша алғаш рет пайдаланылуда. Бүгінде аймақтағы іргелі 3 оқу орны мен 29 колледждерде студенттерге толық қызмет көрсетуде. Ал бұл жүйе білім саласындағы сыбайлас жемқорлықты жойып қана қоймай, әкімшілік кедергілерді азайтып, мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру. Қазіргі таңда осы студенттерге қызмет көрсету орталықтары арқылы студенттер халыққа қызмет көрсету орталығына бармай, өзінің мемлекеттік қызметтерін алуда. Сонымен қатар Ақмешіт адалдық алаңы аясында тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында осы жұмыстар атқарылуда бірге. E-колледж электронды оқыту жүйесінің негізгі мақсаты білім беру қызметін ұйымдастыруды толықтай цифрландыру арқылы оқу процесінің және студенттер білімін бақылап, бағалаудың қашықтығын қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытушыларды қағазбастылықтан арылту болып табылады. Бұл e-колледж бағдарламасы арқылы біз студенттерге үлкен мүмкіндіктер жасалған. Яғни оларды айта кететін болсақ, әр бала өзінің атынан кіре отырып, өзінің оқу үлгерімі жайында біледі. Тек қана өзінің оқу үлгерімі ғана емес, топтағы барлық студенттер бойынша да көре алады. Тек студенттерге ғана жағдай жасап қана қоймай, ата-аналарға да жағдай жасаған. Яғни ата-ана өзінің баласы туралы барлығын көре алады. Және де жатақханаға жату мүмкіндіктері де бұл жерде көрсетілген. Яғни біз осы оқу жылына және де келесі оқу жылына да тапсырыс бере алады. Ол тапсырыстың жауабы ретінде балаға қай комната, яғни қай бөлменің тұрғыны болатындығы немесе орын жоқ бар екені белгіленеді. Және де анықтамаға тапсырыс беру бұл же тетігі бар. Яғни бұл тетік арқылы анықтама, яғни осы колледжде оқитындығы туралы және де әлеуметтік өзінің отбасы жағдайы туралы анықтамалық қағаз алынады. Цифрландыру жүйесі арқылы жүзеге асқан тағы бір жаңашылдық электронды кітапхана. Бұл арқылы автоматты жұмыс орнында кітапхана картотекасы жасалып, сол бойынша оқырмандар өзіне қажетті кітапқа тапсырыс бере алады. Сандық форматтағы кітаптарды өзіне көшіріп алуға және бейне сабақтарды ашып көруге мүмкіндіктері бар. E-колледж кешенді бағдарламасының мүмкіндіктері алдағы уақытта жетілдіру бағытындағы жұмыстарды жалғастыра бермек. Назгүл Қажытаева, Айдос Исаев, Серікбол Шелдербаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.